Бүгін ArcGIS бағдарламасымен, яғни ArcMap бағдарламасымен танысамыз. Ол үшін бірінші ArcMap'ты ашамыз. ArcMap'ты пуск арқылы ArcGIS және ArcMap приложениесін, яғни қосымшасын басып ашамыз. Менде уже ашылып тұр. Картаны ашу үшін біз файл открыть немесе мында стандартный инструменттің екінші кнопкасына басамыз, екінші батырмаға open. Осы арқылы өзіміздің картамызға барамыз. Менде exercise папкада тұр, яғни ол рабочий столда exercise 0.2 copy of Canada map картасы. Открыть. Менде картаның сол жағында слойлар ашылды, яғни таблица содержания, table of contents. Бұл жерде фрейм данықтар бар, яғни фрейм данық слой деп аталады. Және осы фрейм данықтың ішінде біздің жұмыс картамыздағы көрсетілетін қабаттар, яғни слойлар сақталған. Мына жерге қарасаңыздар, бұл слойлар бізге недоступны болып тұр, яғни қызыл әдеп белгісімен және де сұр түспен белгіленіп тұр. Яғни бұл деген бұл слойлар өздерінің дерек көздеріне жолын жоғалтылады, яғни источник данықты көрсету керек қай жерде орналасқан. Менде слойлардың барлығы рабочий столда орналасқан, яғни біреуіне көрсетсек, қалғандарына жеткілікті болады. Бірінші крупный города, оны көп белгілеп аламын. Сосын мышканың оң жағымен data, repair data source, яғни восстановить источник данных деген. Мына жерде login деген жерде менде рабочий стол, яғни desktop и exercise 0.2 папкасында тұр. Егер де сіздерде шықпай тұрса, мына жерде папка және де қара плюспен тұр, connect to folder деген. Осы арқылы сіздердің папкаларыңыз тұрған жерді қосуға болады. Менде қосып тұр, ол үшін қоспаймын. Яғни мен exercise 0.2 папканы ашам. Бұл жерде қарасаңыздар, екі база геоданық тұр, яғни база геоданық дегеніміз бұл корзина секілді, ішінде жаңағы слойлар сақтап тұрады, яғни Канаданы ашсаңыздар, бұл жерде бірнеше слойлар тұрады, яғни country 07, major cities, major roads, яғни бұлар слойлар, яғни мына слойлар біздің немізде бар, картада тұр. Және де екінші база геоданық бұл Word-ның ішінде тоже 4 слой бар екен. Енді крупный города негізінде Канадада болу керек, яғни Канада база геоданықта ашам. Бұл жерде мыналарға қарасаңыздар, қалаға келетін major cities. Яғни major cities сөйлеп, добавить дегенге басам. Мен картам ашылды, яғни сол жақтағы таблица содержаниядағы слойларға қарасаңыздар, барлығы доступны болды. Тек қана мына жерде реки ашылмай қалды. Яғни реки ол басқа базаданықта тұруы мүмкін. Қазір мына жерден свойствосынан қарайық, ол қайда сылатып тұрған. Яғни World-ға сылатып тұр екен, бұл негізінде Канадада болу керек, дәл солай. Жасаймыз. World Rivers. Добавить. Яғни мне карта қарасаңыздар, өзендерде қосылды. Енді мына слойлармен жұмыс жасайық. Қазір бізде барлық слойлар қосып тұр, яғни барлығында мына жерде птичка немесе галочка тұр. Егер де галочканы басып алып тастайтын болсақ, картамыздан сол слойлар жоғалып кетеді. Мысалы, крупный города өшіп тастадым. Крупный города жоқ болып кетті. Қайтадан флажокты қосатын болсақ, қайта пайда болады. Дәл солай. Главная дороги мысалға. Жода жоқ болып кетті. Мысалы, провинцияда өшіп қояйық. Мерді алатын болсақ, мер ең астында тұр. Яғни флажокты өшіріп, флажокты алып, картамыздан сол слойды отключать етіп қоямыз.
Енді мыналардың сойлардың реттілігі өте маңызды. Себебі карта жасаған кезде астына үстіне қарай салынады. Мысалға бірінші мынаны ашып тастайық, жауып тастайық. Бірінші мир салынады, яғни мир бүткіл орындалып жатыр. Барлық картаны. Оның үстіне страны салынады. Мир астында мир тұрады, мирдің үстіне страны салады. Өйткені көлемі бойынша страны кішкене мирға қарағанда кішірек. Странайынан үстіне провинция түседі, оның үстіне вода, яғни бүткіл гидрография, өзен көлдер түседі. Реки, главные дороги, крупные города, яғни бірінші площадные условные знаки, яғни алаңдық шартты белгілер түседі. Оның үстіне сызықтық шартты белгілер және де үстіне масштабтан тыс шартты белгілер түседі. Енді егерде мысалға крупный городаны үстіне емес, мысалға астына қоятын болсақ, ол мирдің астына түсіп кетті да, және де басқа сойлар жауып қалды. Яғни ең астында бірінші крупный города, оның үстіне мир түсті, оның үстіне страны, яғни басқа сойлар крупный городаны жауып қалды. Сойларды орынмен ауыстыру үшін мынандай көпкүндік белдеу аламыз, және де мышканың сол жағымен басып отырып, былайынан орындарын ауыстыра аламыз. Келесі. Яғни бұл түсінікті деп ойлаймын. Келесі символдармен және түстерді өзгерту. Түстерді өзгерту, мысалы, крупный города дейік, бізде қазір фиолетовый шеңбермен тұр, күлгін түсті. Осы символдың өзіне баратын болсақ, бізде мынандай символ сыйлықтар деген шығады, яғни бұл жерде бізге қажетті нені қоя аламыз. Символды қоя аламыз. Мысалға, Star 3 деп секілдіге размер, мысалы, 18-де тұр. Түсті мына жерден өзгертуге болады, color деген жерден. Егерде түстің жанына келсеңіздер, түстердің аттары шығады, қандай аттар екен. Көрейік. Мынау размері, кішкене размер кішірейтін қазір. Кішірейді, яғни символмен түстерді осылай өзгертеміз. Ал егер мысалға түстерін қалай өзгертеді? Түстерін өзгерту үшін, мысалға, провинцияда алайық, провинцияның символын сол жағы емес, оң жағынан бассаңыздар, мына жерде түстер шығады. Яғни өздеріңізге қажетті түсті таңдап аласыздар. Мысалға, мен мынандай түспен белі қойын. Келесі, картаға жаңа слой қалай қосады. Оның екі әдісі бар. Бірінші әдісі добавить данные арқылы, яғни стандартная қарасаңыздар, мұнда сары ромбик және де қызыл плюс знак тұр, соған бассаңыздар add data деген шығады. Және осы арқылы қосуға болады. Мысалы, керек нәрсені алып, добавить дегенге басасыздар. Немесе екінші әдісі, қосып көрейік қазір. Маған национальный паркке қосу керек, яғни НАТО парк добавить. Неге национальный паркке қосуды, ол автоматты көк түспен шықты, яғни ол түсі әртүрлі келеді. Яғни екінші әдісін көрсең ғой қосатын. Мен өші тұрам, яғни национальный парк көк белдеу алып, оң жағымен удалить, яғни remove-қа басып, қосқаны слойында тұтады. Екінші, арт-маптың оң жағына келсеңіздер, бұл жерде каталог бар. Бұл жерде жаңағы осы жерден де қосуға болады. Дәл солай, мына жерде өздеріңіздің папкаларыңызды ашып аласыздар.
менде рабочий стол exercise 02. Егер де ашылмай жатса, мына қара плюсик бар сары папканы басып, осыдан өзіңіздің папкаңызға өте аласыздар. Менде жаңағы бұл жерде екі көрген, екі база кеданың тұр. Маған керегі национальный парк, ол Канаданың ішінде тұр. НАТО парк деп ағылшынша жазып тұр. Осыны алып, осыны басып отырып, қоқып белдеп алып, басып отырып картаға сүйреп алып келеміз. Дәл картаға әкеліп жібере саламыз. Міне қосылды. Қарасаңыздар. Осылай қосамыз. Яғни цвет заливки да национальный парктың түсін басқа түспен бояп қояйық, жазғы түспен, кез келген түспен. Енді келесі elevation'ды қосамыз. Бұл біздің рельеф. Яғни elevation'ге қосуды себебі біздің картамыз elevation қосқанда автомат түрде слойлардың ең астына түсті, сол үшін картада қосылмай қалды. Ол үшін провинцияның астына қоямыз, себебі провинция бізге қажет. Бірақ провинция түспен тұрса, elevation слой көрінбей қалып тұр, сол себепті провинцияда без цвета жасаймыз, яғни оң жағымен басып, no color. Яғни провинция бізде тұр, яғни шекараларын көре аламыз, тек қана түсі жоқ. Осылай слойларды қосамыз. Енді тапсырма бойынша бізде крупный города үстінде тұру керек. Одан кейін вода тұру керек. Национальные парки, провинции, реки, elevation, страны, океаны. Страны, океаны, главные дороги бізге қажет емес, яғни удалить етеміз. Енді слойларды қалай переименовать, яғни қалай жазуын өзгертеді. Мысалы, города деп тұрғанда, крупный города деп толық жазу керек, яғни екі рет бассаңыздар, анда редактируемі болады. Осылай өзгерте аламыз. Вода деген мысалға екінші әдісі свойствоға кіресіздер. Generalға алып келесіздер воданың орнына. Водные объекты деп қояйық. Осымен слоймен жұмыс жасап біттік. Енді инструменты мен жұмыс жасайық. Енді инструменты tools. Бұл жерде бірінші zoom in, zoom out. Яғни бұл деген жаңағы мысалға бір жерді бұлай жақындатып көрсетеді. Яғни масштабын үлкейтеді. Zoom out деген наоборот керісінше кішірейтеді, яғни прямоугольник сияқты қылып. Жаңа керек областьте белгілі болғанда не үлкейтіп, не кішірейтіп жұмыс жасай аламыз. Келесі пан, яғни бұл қол, жаңағы картамызды егерде қозғалтқымыз келсе, мысалы жоғары жағын төмен жағын қарағымыз келсек, осылай пан арқылы, қол арқылы жұмыс жасаймыз. Келесі полный extent, яғни картамыздың толық көрсетеді. Мына жерде предыдущий extent, екі стрелканы предыдущий extent және де алдыңғы extent, және алдыңғы масштабта жұмыс жасаған картамыз, және де келесі болып келеді. Келесі мына екі инструмент fix zoom in және де fix zoom out. Жаңағы біздің окошкамызды бірдей мысалға мынау үлкейтеді, біріншісі, екіншісі бірдей болып кішірейтеді. Келесі выбрать объекты, яғни бұл выборка болып келеді. Мысалға бірнеше объектімен жұмыс жасайтын болсақ, яғни осы
кнопка арқылы жұмыс жасаймыз. Қазір бұны көрсетейін сіздерге. Мысалға бұны басып былай келетін болсаңыздар, мына барлығы белгіленеді. Оның жанында тұрған clear selected features деген бұл очистить выбранные объекты, яғни жаңа выборканы тазалайды. Мысалға барлық объектілер белгіленбеу үшін, мысалы бірнеше қаланы алайық, мына 3 қаланы алайық. Осы 3 қала арқылы 3 қаламен статистиканы шығарып көрейік. Яғни крупный города кіреміз. Крупный города мышканың оң жағымен open атрибут table, яғни открыть таблицу атрибутов қаласаңыз, жерге осы қалаларға байланысты барлық информация толтырылған. Яғни бірінші object деген, яғни бұл номерлары жаңа қалалардың. Келесі размер, яғни бұл точный век нүктелермен белгіленген. Name деген бұл қалалардың атаулары. Prof деген провинция, яғни қандай провинцияға жатады. Канадан білесіздер, провинциядан тұрады. Capital деген, Y деген бұл астаналар провинциялардан. N болып тұратын болса, ол астана емес. Pop rank деген жаңағы population, 100 мыңнан көп және 100 мыңнан аз. Келесі уже қалған аттары, мына столбик pop 01 деген бұл жаңағы халық саны. Біз жаңа картада 3 қаланы белгіледік. Мында қарайтын болсақ, бізде 3 строка көк белгімен белгіленіп тұр, яғни ол біздің белгілеген 3 қаламыз. Енді population осы 3 қалаға қатысты статистиканы шығаруға болады, яғни pop 1 деген тобикті мышканың оң жағымен басатын болсақ, бұл жерде сортировать по возрастанию, по обуванию деген бар, яғни халық саны бойынша сортировка жасайды. Суммарно жасайды, статистика, яғни статистиканы жасап көрсек. Яғни статистиканы қарайтын болсақ, бұл жерде 3 қала, минимальный халық саны, максимальный халық саны, сум деген суммарный, яғни общий халық саны, среднее значениесі болып келеді. Осылай статистиканы шығарып көруге болады. Келесі мынаған басады zoom to select деген жаңағы белгіленген қалалар жақындатады. Очистить выбранные объекты. Яғни таблица атрибутов жауап қояйық. Келесі очистить выбранные атрибуты. Жаңа қалаларды белгілеген кезде байқаған шығарсыздар, егер де мышкамен қаланың жанына келетін болсақ, қаланың аты шығады. Келесі шеңбер И деп тұрған identify, яғни идентифицировать деген. Мысалға White Horse басатын болсақ, сол White Horse, яғни бұл қалаға қатысты барлық мәліметтер шығады. Келесі линейка, яғни линейка арқылы арақашықтықты, площадь, периметр шығаруға болады. Яғни линейка арқылы қазір арақашықтықты өлшеп көрейік. Яғни мына жерде сумманың значогының қасында distance, қазір бізде метрлер тұр, бізге километрмен өлшеп көрейік. Яғни километрға бастым. Енді өлшеу үшін мысалға White Horse пен Equality. Осы екі қаланың арасындағы арақашықтықты өлшеп көрейік. Яғни мынаны бастым White Horseға бірінші, келесі екінші.
екінші жаңағы қаламға келген кезде 2 рет тез мышкамен 2 рет сол жағымен басамын. Яғни ұзындық 3283,6 километр болып шықты. Яғни осылай арақашықтықты өлшейміз. Так, кішкене менде қатып тұр ма? Арқылап. Келесі бинокль тұр. Қазір бинокльді қарастырамыз. Бұл find инструменті бинокль ретінде тұрады. Бұл және де картамызға керек элементті табуға болады. Мысалға, Prince дұрыс жаздым деп ойлаймын. Мына провинция іздеп көрейік. Принц Эдвардтың find деген жерге жаңағы бізге қажетті объектін жазамыз. Так, мен дұрыс жаздым ба, дұрыс жазған жоқпын ба? Принц Эдвард правильно. Принц Эдвард Айленд. Find-қа басамын. Яғни міне шықты провинция. Егер де мына төмен жағында басатын болса, картада көрсетіп тұр қай жерде орналасқан, иә, мінекей. Көрсетпейтін болса, осы жерден мышканы оң жағымен басатын болсақ, флешқа басасыздар, яғни көрсетеді. Келесі zoom to, яғни сол жерге жақындатады, интернетке жақындатты. Яғни осылай табамыз. Бұл инструмент tools деп аталады. Tools'ың барын қарастырып шықтық. Егер де tools жоғатын болса, оны қосу үшін біз Windows, Customize, Toolbars, және де Tools дегенді қосамыз. Егер Tools'та галочка тұр. Егер сіздер шықпай тұрса, сол арқылы қоссаңыздар болады. Енді картаны қалай сақтаймыз? File, Save as дейсіздер. Бір деп қойын, X-Space-ның жерге сақтаймын.